Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli bауырлар. Бүгін Мариям сүресінің жалғасып аяттарын оқиды екенбіз. 50-ші аятына келіп тоқтаған екенбіз. Әрмен қарай жалғастырайық. А'уду биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вазкур фил китаби Муса иннаху кана мухласан ва кана расулан набия. Ва Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Вазкур фил китаби Муса. Кітапта Муса алейхиссалам жайлы еске түсір. Яғни мынау Құранда айтылған Муса туралы сөздерді есіңе сал. Иннаху кана мухласан. Ол кісі таңдаулы еді. Ва кана расулан набия. Және ол кісі әрі пайғамбар, әрі елші еді дейді. Мухласан сөзін мухлисан деп оқығанда қырағат бар екен. Ва кана мухлисан дейтін болсақ, ол кісі өте ықыласты еді деген сөз. Екі қырағатта дұрыс мағыналы деп саналады. Яғни Муса алейхиссаламды есіңе түсір. Ол кісі таңдаулы адамдардан еді, таңдаулы пайғамбарлардан еді. Және ол кісі өте ықыласты адамдардан еді. Алла тағала сол үшін ол кісіні әрі елші, әрі пайғамбар етті. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Және біз ол Мұсаға Тур тауының оң жағынан шақырып, оны мінәжат қылушы ретінде өзімізге жақын еттік дейді. Алла тағала Муса алейхиссаламның қандай адам екендігін және сізбен бізге сабақ болатын жерлерін көрсетіп айтып жатқаны ғой. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Және оған өзіміздің мейіріміміз тарафынан оның бауыры Харунды пайғамбар етіп жөнеттік. Осы сөздер арқылы Мұса туралы айтуды тоқтатады. Осы сүреде. Мұса туралы әлбетте айтылған сүрелер көп. Әр сүреде ол кісі туралы, алейхиссалам туралы айтылған хикаялар бар. Фирауынға барып уағыз қылғандығы, туылғандығы, басқа жағдайлар. Бірақ бұл жерде не жайлы айтылды? Байқайықшы. Ол кісінің таңдаулы екендігі, немесе ықыласты екендігі айтылды. Ол кісінің әрі пайғамбар, әрі елші екендігі айтылды. Алла тағала мейірім жасап, оған бауырын да жанына пайғамбар еткендігі. Әрі ол кісіні мінәжат қылушы екендігі жайлы хабар берілді. Алла тағала өзіне жақын болған пайғамбарлардың бірін осылай деп сипаттады. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Біз оны көп зікір етуші, көп мұнажат қылушы жағдайменен өзімізге жақын еттік дейді. Сізбен бізге Алла тағала сабақ ретінде айтып жатыр. Біріншіден Аллаға деген ықыласты болу, екіншіден көп мұнажат ету. Білесіздер ма? Көп адамдар өзінің басындағы қайғысын, ауыртпашылығын, қиыншылығын айтатын адам іздейді. Ішіндегісін шығарғысы келеді. Білесіз ба? Адамның өзінің ішінде сыры болады. Ғалымдарымыз айтады, сенің ішіңе сыймаған сыр біреудің ішіне қайдан сыйсын дейді. Сіз өзіңізге сыйғызамасаңыз оны, ішіңізден жарып баратыр. Сіз бар біреуге айттыңыз да, менің сырым деп. Ол біреуге қалай сыйсын дейді. Сол үшін егер біреу сіздің сырыңызды жайса, оған ренжудің де қажет жоқ шығар. Оны жайған сізсіз. Ал
Адамға айта алмайтын сырыңыз бар. Ішіңізді жаратын сөздер бар. Шер, мұң болады әрбір адамда. Оны қайда айтасыз, білесіз ба? 2 ракағат намаз оқыңыз. Сөйтіп қолыңызды жайыңызда Аллаға айтыңыз. Өйткені адам баласы сіздің мұңыңызды, қайғыңызды, жүрегіңіздегі ауыртпалықты естеді. Бірақ көмек бере ала ма, көмек бере алмай ма? Ақыл айтады ма, ақыл айта алмайды ма, бір Алла біледі. Жай ғана естет болды. Бірақ Алла тағала ондай емес. Алла тағала сізден сөзіңізді естеді, және оған жауап та айтады. Жәрдем де бере алады. Сізді қуаттай да алады. Мінәжат ету бұл пайғамбарлардың ісі еді. Мінәжат ету деген сөз жалбарыну деген сөз. Алла тағаламен тілдесу деген сөз. Сіз Алланы естімегенмен, Алла сізді естеді. Қалай сөйлесеңіз де, тілмен айтсаңыз да, ішіңізден айтсаңыз да, Алла естеді сізді. Ендеше жүрегіңіздегі қиыншылықты, ауыртпашылықты Аллаға айтуды үйреніңіз. Сол үшін кейбір үлкен Аллаға даты жеткен деп айтып жатамыз ғой. Сондай керемет жандар жұрт ұйықтаған кезде түнде тұрып намаз оқитын. Солардың әдетінен еді. Немесе жұрттың көзінен тасаланып бөлек бір үңгірге қашатын. Немесе мынау біздің өлкеміздегі дүниеден өткен ұлы кісі Ахмет Яссауи сияқты жерді үңгіп інге тығылатын. Одағы мақсат жүрегіне толған шерді, мұңды Аллаға айтып жалбарыну, Аллаға мінәжат ету. Осы бір істер Аллаға сіз бен бізді жақындатады. Мұса алейхиссаламды жақындатқандай. Осы бір 3-4 қасиет Мұса алейхиссаламға берілген дүние болса, сіз бен бізге әдейі айтылып жатыр. Мұсаны біз таңдап алдық. Ол ықыласты еді. Ол әрі елші, әрі пайғамбар еді. Көп мінәжат қылушы еді. Оған біз мейірім жасап, айтқанын тілегін бердік деп сөзін аяқтады. Осы сөзбенен бітпей, Алла тағала сізбен бізге тағы бір мысал айтады. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Кітапта, Құранда Исмаил алейхиссалату вассаламды есіңе түсір. Иннаху кана садиқал ва'д. Ол кісі уәдесінде қатты тұрушы еді. Ва кана инда раббихи мардия. Және Раббысының құзырында разы болынғандардан еді. Болды. Осы бір пайғамбар туралы айтты. Бірақ әлбетте тағы бір сипатын айтпай тұрып, осы жерде бір нүктесін айтайықшы. Исмаил алейхиссалам пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға жақын атасы болады. Басқа пайғамбарлардан көрі, қан жағынан да, тек жағынан да. Және бұл кісіні Алла тағала басқа сөздермен де сипаттауы мүмкін еді. Садиқал ва'д, уәдесінде тұрушы деп сипаттады. Және сол үшін оған ризалығын берген сияқты қылып, сізбен бізге сөз қылып айтып кетті. Вакана инда раббихи мардия. Ол Раббысының құзырында разы болынған адамдардан. Не үшін разы болды десе, сипаттар көп разы болатын, бірақ соның ішінде атап айтатын уәдесінде тұрушылдық деді. Сол туралы
бір ғалымдар айтады, күндердің күні бір кісі ол кісімен уәделесіпті, Исмаил алейхиссаламмен. Мен осы жерде сені күтем депті да, уәдесін ұмытып келмей қойған ғой. Сол жерде Исмаил 1 жыл тұрған дейді. 1 жыл тұрған, сол жерде өмір сүрген дейді. Кәдімгі шай тамағын ішіп келеді, бірақ сол жерден кетпейді, айналшықтап жүреді дейді. 1 жылдан кейін жолығып, сіз неге жүрсіз десе, мен сені күтіп жүрмін деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы айтылған хадис бар. Пайғамбарлық түспей тұрып, бір кісі айтып береді, пайғамбарлықтан бұрын ол кісімен мен бір саудаласып қалдым дейді. Сөйтіп кішкентай аз ақша қарызым қалып кеткесін айттым дейді. Ертең осы жерге келіңіз, мен берем дедім дейді. Қалғанын әкеп берем, ертең осы уақытта осы жерде. Сөйтіп ұмытып кетіппін. 3 күннен кейін сол жерден өтіп баратсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Ол кісі қарап тұрып, ей жігіт, мен сізді осы жерде біраз тұрып қалдым ғой, күтіп деді дейді. 3 күн күткен сол жерде. Яғни уәдесінде соншалықты тұратындығы бұл пайғамбарлықтың қасиеті екен. Ендеше әрбір мұсылман адам осы бір істен үлгі алуы міндет. Егер ол кісі пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламды сүйсе, сол кісінің соңынан ерем десе, сол кісінің жолындамын, мен сол кісінің үмметімін десе, уәдесінде тұра білу керек. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Исмаил алейхиссалам туралы айтады. Ол кісі жанұясына намаз бенен зекетті бұйыратын еді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Исмаил алейхиссалам туралы бір аяттың соңын қате оқыған екем. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Исмаил алейхиссаламды Құран-ы Кәримде есіңе түсір. Ол кісі уәдесінде тұрғыш, уәдесінде берік болған зат еді. Және ол кісі расулан набия, ол кісі де елші әрі пайғамбар еді. Уәкана яъмуру ахлаху, және жанұясын намазға, зекетке бұйрық беретін еді. Уәкана инда раббихи мардия, осылайша Раббысының құзырында разы болынған пенделерден болды. Исмаил алейхиссаламды зікір етті де 3 сипатты айтты ол кісі туралы. Біріншісі уәдесінде тұру. Екіншісі жанұясына намазды бұйрық беру. Үшіншісі зекетті бұйрық беру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Алла тағала бір ер кісіні, немесе әйел кісіні рахым қылсын, өз рахымына бөлесін. Түнде тұрып өзі түнгі намаз оқыса, сөйтіп өзінің жұбайын түнгі намазға тұрғызып оятса, егер ол тұрмай жатса, бетіне су сепсе деген екен. Енді су сепкенді қазіргі көп адам көтер алмас. Жолдасыңыз бетіңізге су сепіп тұрса, әжептәуір жаққа барып соғыспаға барып қайтатын шығар енді көп адамдар. Намаз үшін ояттым ғой десе де. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Осылай деп айтады. Түнде намазға тұрғызса, тұрмаса бетіне су сепсе. Су сеп деген бір шелек суды құя сал емес, жұмсақтау қылып оятса, ол кісіні Алла өзінің рахымына бөлесін дейді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады. Егер кімде-кім түнде тұрып намаз оқыса, және жұбайын оятып бірге оқыса,
Алла тағала ол кісілерді Алланы өте көп зікір ететін әйелдер мен еркектердің қатарына жазып қояды дейді. Закирин Аллаха кафира ва закират деген аят бар Құранда. Ол кісілерге Алла тағала жәннатты уәде еткен адамдар мыналар деп Алла тағала тізбектейді бір аяттарда. Сөйтіп сол тізбектің ішінде Алланы көп зікір етуші ерлер менен әйелдер деп келеді. Алланы көп зікір ететін ерлер менен әйелдер осы кісілердің қатарында деп жазылады екен. Егер бір адам түнде тұрып өзі оқыса, және жұбайымен бірге оқыса. Исмаил алейхиссалам осындай кісілерден еді дейді. Және жанұясына зекетке бұйрық беретін еді дейді. Зекет садақаға. Бұл деген сөз жүрегінің ішіне мал дүние кіріп кетпесін деп бұйрық беретін еді. Мал дүние сенің қолыңда болсын, жүрегіңде болмасын деп үйрететін еді. Ал сол жүрегіңде болмас үшін садақа беріп тұр. Уақытыменен мал тапсаң зекет беріп тұр дейтін. Вазкур фил китаби Идрис. Идрис алейхиссаламды Құранда есің ал. Иннаху кана сиддиқан набия. Ол кісі шыншыл пайғамбар еді. Варафа'наху маканан алия. Ол кісіні біз жоғарыға көтердік. Жоғарыға көтердік дегенді ғалымдарымыз түрлі-түрлі тәпсірлейді. Біреулер айтады, жоғарыға көтердік деген сөз оны пайғамбар еттік дегені дейді. Біреулер айтады, жоқ, оны аспанға көтеріп кеткен Алла тағала. Себебі оған дәлел сахих хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Идрис пайғамбарды 4-ші аспанда жолықтырдым деп айтқан сөзі бар дейді. Осыған орай ол кісіні өлмеді дегенде адамдар бар екен. Және кейбіреулер Исраилят хабарларында келетін бойынша Идрис алейхиссалату вассалам күндердің күні Алладан келген бір бұйрықты естіп жүрегінен шығармай қалады. Кім көп зікір етсе, маған жақын болады деп. Сол үшін ол кісі тігінші екен. Әрбір инесін киім тіккенде, шаншығанда және суырып алған кезде, әрбір шаншыған сайын, әрбір инені суырған сайын зікір айтады екен. Тоқтамай. Ойласаңшы, қанша көп зікірі, бір киімнің өзінде қанша тігін тігесіз. Ол кісі тігінші. Бір киімді бүтіндеп тігіп бергенше, әрбір тігіс сондай зікірмен айтылады екен. Және ол кісі сөзінде ешқашан жалған қоспайтын адам болған дейді. Сол жалған қоспағандығы үшін оның дәрежесін көтердік деп тұр ғой. Ғалымдарымыз оның дәрежесін көтердік, пайғамбар еттік десе, біреулер аспанға шығардық деді. Сол сөзді естіп көп зікір етіп, ақыры оған бір пайғамбар емес, ақыры оған бір періште дос болады екен. Періште дос болады дейді. Жан досындай екеуі араласады дейді. Сол періште аспаннан түскен кезінде досына айтады екен, досым, мен өлім періштесімен жолықтыршы. Менің оған деген бір сөзім бар дейді. Ол кісі зорға қиналып, жарайды деп досын 4-ші аспанға көтеріп апарған дейді. Көтеріп апарғаннан кейін өлім періштесі тұрған ғой, жолыққан. Сөйтіп әлгі періште тұрып айтады дейді, өлім періштесіне: сіз бір шаруаммен келдім мен сізге, менің бір досым бар еді. Иә, сол досымның сенде шаруасы бар. Қандай шаруа екен дейді ғой енді. Кім ол жолыққысы келген десе, мынау дейді, менің иығымда отырған адам дейді. Сөйтсе ана таң қалады. Неге таң қалдың дегенде,
қазір ғана Алла тағала маған бұйрық айтқан еді, Ыдырысты 4-ші аспанда жанын ал деп. Мен сұраған едім, Аллахым, ол жерде тұрады ғой, мен оның қалай 4-ші аспанға әкеліп жанын алам деп таң қалған едім, сол үшін таң қалып тұрым деген екен. Ол қазір өледі депті. Оның сұрамақшы болғаны, өлім періштесіне маған уақыт берші, немесе Алладан уақыт сұрашы, мен көбірек зікір етейін дейді екен. Немесе бір хабарда айтатыны, сұра дейді ғой. Сөйтсе мен көбірек зікір етейін, менің жанымды қашан аласың дегенде, сенің жаның қазір үзіледі деген екен дейді. Бірақ тәпсіршілеріміз бұл сөздерді айтып келіп, сөз соңында айтады, жоқ, ғұламаларымыз ол кісіні 4-ші аспанға Алла тағала көтердім деген сөздері бар, пайғамбарымыздың хадисі бар, ол кісі өлмеген деген дәлелдер айтады. Ал бір тәпсіршілеріміз «Урафа'наху алия» дегенді, «Урафа'наху маканан алия», біз оны жоғарғы орынға көтердік дегені, оған біз жәннатты нәсіп еттік дегені дейді. Шыншылдығы үшін Алла оны жәннатына кіргізді деп айтып тұр ғой, түсінбейсіздер ме деген тәпсіршілер де бар екен. Алла тағала сөзін жалғап айтады. «Улаика аллазина ан'амаллаху алейхим минан набiyyin min зуррiyяти Адама ва мимман хамална ма'a Нух». Міне осылар, Алла тағала оларға нығметін төгіп шашып берген. Минан набiyyin, олар пайғамбарлардан еді. Min зуррiyяти Адам, Адамның зүрриятынан. Ва мимман хамална ма'a Нух, Нух алейхиссалату вассаламмен бірге көтерген, кемеде көтерген адамдардың зүррияттарынан, ұрпақтарынан. Ва Ибрахим және Ибрахимнің, ва Исмаил және Исмаилдың, ва мимман хадайна ва жтабайна, біз тура жолға бастаған, біз таңдаулы деп таңдаған адамдардың ұрпақтарынан еді. Иза тутла алейхим аятуна, осы аяттың сөзін жалғамай тұрып жоғарға бір шығып өтсек деймін. Бұлардың барлығы пайғамбарлардан, Адам атаның, Нұх пайғамбардың, Исмаил, Ибрахимнің, біз тура жолға бастаған, біз таңдаған адамдардың ұрпақтарынан еді деп айтып тұр. Кімдер? Жоғардағы пайғамбарлар және соған ұқсаушы болған әрбір адамды айтып тұр. Қандай ұқсастық еді? Бірінші Мұса алейхиссалам не деп сипаттап еді? Кім еске түсіреді? Мұса алейхиссаламды мұхлисан, Аллаға ықыласты еді. Ықыласты еді. Екіншісі мінәжат қылушы еді. Көп мінәжат қылатын еді. Осы үлкен екі сипат әсіресе. Одан кейін тағы қандай сипат? Исмаилдағы уәдесінде тұрушы және намазбенен зекетке бұйырушы. Одан кейін Ыдырыс алейхиссалам шыншыл еді. 5 қасиет. Осы бір 5 қасиет Алла тағала кім, бұл адамдар кімдер десе, біз таңдаған пайғамбарлардың ұрпақтарынан және тура жолға бастаған адамдардың осы сипаттары деп келтіріп отыр. Осы 5 сипат сіз бен бізге сабақ болатын дүние. Осыдан айырылмайық. Алла тағала сөзін жалғап айтады. «Иза тутла алейхим аятур рахмани харру суджадан ва букия». Егер біздің оларға аяттарымыз, Рахманның аяттары оқылатын болса, олар сәждеге көздеріне жас алған күйінде құлайтын еді дейді. Осы аяттарды естісе, Алланың аяттарын естісе, басын сәждеге тығып құлайтын еді, жылап дейді. Осыған орай ғалымдарымыз бір ауыздан
ижмаул улама айтатыны кім осы бір аятты естісе немесе оқыса бір рет сәжде қылу уәжіп дейді. Мынау сәжде аяты саналады біздің оқығанымыз қазір. Иншалла сабағымыздан кейін немесе намаздан кейін, намаздан сәл бұрын бір рет сәжде қыласыз. Сәжде тилауаты сәжде деп аталады. Құран-ы Кәримде 14 жерде тилауат сәждесі келеді. Оқылғанда сәжде аяттары болады. Ол аятты оқығанда немесе естіген кезде, тірі адамнан естігенде, магнитофон емес, жаңағы дауыс емес, яғни тірі дауыс, тірі адамның дауысын естісеңіз, немесе өзіңіз оқысаңыз, міндетті түрде, Ханафи мазхабы бойынша міндетті түрде сәжде қыласыз. Рукуғ жасамайсыз. Құлақ көтеріп, қолыңызды құлағыңызға шейін көтермейсіз. Жай ғана Аллаху акбар деп, егер отырсаңыз тізеңізді көтеріп тұрыңқырап барып сәжде қыласыз, ал тұрып тұрсаңыз бірден Аллаху акбар деп сәжде қыласыз. Бір-ақ рет. Екі рет емес. Бір-ақ рет сәжде қыласыз. Сәждеде жатқанда, кәдімгі сәждеде жататын сөздерді айтасыз. Субхана раббиял не дейді? Азим дейді. Ала дейма. Субхана раббиял ала дейді. Субхана раббиял ала дейді. Сонан соң 3 рет айтасыз кемінде. Неше рет айтсаңыз өзіңіз білесіз. Болды, бір-ақ рет сәжде қыласыз. Сәждеден тұрарда да қайтада тізеңізді бір көтеріп отырып, қолыңызды көтеріп дұға қыласыз. Сауаты бар адам болса, тилауат сәжденің арнайы дұғасы бар. Соны жаттап алсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Егер ол дұғаны білмесеңіз, қолыңызды көтеріп Аллахым қабыл ет десеңіз жетеді. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Осылардың соңынан бір топ келеді. Адаъу салата, намаздарын зая қылатын. Ваттабау шахавата, шахваттарына берілген. Фасауфа ялқауна ғайя. Бұл кісілер көресін көреді әлі. Жолғатынына жолғады дейді. Тәфсіршілеріміз айтады. Қияметке жақын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Қияметке жақын бір адамдар болады. Олардың оқыған құрандары тамағынан арғарай өтпейді дейді. Яғни жүрегіне бармайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады. Қиямет күні сондай бір адамдар болады. Сендердің жасаған сәжделерің, яғни сахабалардың оқыған намазы, олардың жанында еш нәрсе көрінбей қалады дейді. Сендердің оқыған құрандарың олардың жанында ешқандай да көрінбей қалады. Құранды көп оқиды. Намазды көп оқиды. Намазды көп оқыған сонша маңдайлары түйенің тізесіндей болып, яғни мозольда ондай қатты болып қалады. Түйенің тізесіндей қатты болып қалады. Бірақ олардың оқыған құрандары тамағынан арғарай өтпейді. Олар діннен садақтың оғы қалай атылып шығады, солай атылып шығып кетеді дейді. Байқадыңыздар ма? Осы бір екі нәрсе бар. Намазды зая қылушы деген мағына көп мағыналы сөз. Тәфсіршілеріміз тура бірінші мағынасын айтқанда намазын зая қылады дегені мүлде намаз оқымайтындарды айтады. Екінші топтағылар намазын өз уақытында оқымайтындарды айтады. Үшінші топтағылар намазын оқиды өз уақытында, бірақ ықыласпен оқымайтындарды айтады екен. Осы үш топ егер шахуатын тыймаса, нәпсісін тыймаса, дүниеге берілсе, нәпсіге берілсе, фәсауфа ялқауна ғайя, олардың баратын жері ғай деп айтады.
Ғайюн деген сөз бір істің соңы деген сөз. Бірақ тәпсіршілеріміз айтады, дозаққа егер өте үлкен 10 құлаш келетін тасты, 10 құлаш келетін тасты тастасаң, 50 жыл бойы ұшып барып, бірақ түсет дейді. 50 жыл бойы әлі түспейді, ұшады, соңына шейін. Сөйтіп жерге түсет дейді. Сол жерді ғай деп айтады дейді. Ол жерге бүкіл дозақтың, сол жердегі азап көріп атқан адамдардың қаны мен іріңі ағып толады дейді. Жоғардағы адамдар баратын жері осы жер дейді. Намазын зая қылушылар және нәпсісіне берушілер. Бұл Құрандағы өте ауыр аяттардың біреуі, бауырлар. Құдай сақтасын, осы сипатқа көпшілігіміз кіріп кетеміз. Алла өзі рахым қылсын. Қазіргі күндері ғалымдарымыз теріп айтып кеткен 3 тайпа адамның қатарында жүреміз. Намазды мүлде оқымайтынымыз бар. Намазды уақытында оқымайтынымыз бар. Немесе намазды ықылассыз, тез әйтеуір құтылсақ деп оқып алатынымыз бар. Сөйтіп тұрып жанымызда нәпсіміз бар. Алла тағала сөзін жалғап айтады. Илля мән таба, тек қана бұл жерден құтылатын адам, мән таба ва амана ва амила салихан фа улаика ядхулуна аль-джанната ва ла юдламуна шай'a. Кім тәубе қылса, тыйылса осы істерден, ва амана ва амила салихан, иман келтіріп, салихалы амалдар жасаса, міне бұлар жәннатқа кірушілер. Олар еш нәрседен зұлымдық көрмейді. Жәннати аднин иллати ва'адар рахману ибадаху бил ғайби иннаху кана ва'духу ма'тия. Ол адын жәннаты. Адын деп аталатын жәннат. Мұны кейбіреулер орысша Эдем деп айтып жатады ғой. Сол Эдем дегені сол адын жәннаты. Адын жәннаты ва'адар рахману ибадаху бил ғайб. Пенделеріне көрінбей тұрып Раббысы, мейірімді Раббысы уәде еткен бұл адын жәннатына кіреді. Өйткені Алла тағала кәна ва'духу ма'тия, Алла тағаланың уәдесі міндетті түрде орындалады. Ла ясмауна фиха лагван илля салама. Ол жерде ешқандай бос сөз естімейді, тек қана амандық деген сөздер естеді. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Олар үшін жәннатта таңнан кешке шейін түгемейтін, таусылмайтын рызықтары бар. Тилкал джаннату ллати нуриту мин ибадина ман кана тақия. Бұл бау-бақша жәннаттар кім Раббысынан тақуалық қылған құлдары болса, сол құлдары мирасхор боп қалатын бау-бақшалар. Мирасхор боп қалады. Кімнен? Білесіздер ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады. Әрбір адам дүниеде
осы дүниеде жүреді екен, оның жәннатта бір орны, дозақта бір орны болады дейді. Жасаған амалына қарай бір орнынан айырылып, екінші орнына қарай жылжи береді дейді. Айырылған орнын басқа біреуге беріледі дейді. Мұсылманның дозақтағы орнына кәпір келеді. Кәпірдің жәннаттағы орнына мұсылман келеді. Осылайша бір-біріне мирасқор болады. Біреу-біреуіне мирасқор. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Я Раббым Алла, барлық біліп білмеген үлкен де кіші де күнәларымыз кешіргейсін, дерт сырқат науқастарымызға шипа бергейсін. Раббым Аллахым, ұлы болған пайғамбарларыңның соңынан ерушілер ете көр. Солардың Құранда зікір еткен сипаттарын бізде табылатын ете көр. Раббым Аллахым, жаратылысымызды сұлу еттің, нәпсімізді тәрбиелеп, мінезімізді одан да сұлу еткейсін. Я Раббым Аллахым, жәннатыңда уәде еткен, өзіңнен қорқатын, өзіңе иман келтіріп, салихалы амал істеген адамдарға уәде еткен жәннатыңды бізге нәсіп еткейсін. Күнәларымызды кешіріп, дозағынан қашық еткейсін. Дінімізге қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер. Раббым Аллахым, ұлы болған, сенен ұлы болған жәннатың, Фирдаус жәннатын сұраймыз. Және ұлы болған пайғамбарың Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның сұхбатында отыруды, сол кісінің қолынан Хауз Кәусардан сусындауды өзіңнен сұраймыз. Раббым Аллахым, бізден қалған ұрпақты намазхан, өзіңнен қорқатын, өзіңнен басқаға басын имейтін, нағыз мұсылмандардың қатарынан болатын адамдардан қыла көргейсін. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин алейхи ва сахбихи ва саллим. Бирахматика я архамар рахимин.